Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Маған осы балықтарды, әсіресе мына сазан, тұқы балықтарын тоғанда өсіргенде, көлде өсіргенде жалпы қалай қоректендіреді, оған қанша жем беру керек, қандай жем беру керек, оны қалай есептеу керек, оларды деген сияқты көптеген сұрақтар қойылады. Сол жерде мен сіздерге мына интернеттен қарапайым бір мәліметтерді алу үшін бір жолын көрсеткім келіп отыр. Ол үшін кәдімгі өздеріңіздің компьютерден, сотовый телефоннан болсын, Google'ға, Яндекске кірсеңіздер, мысалы мына жерге норматив кормления карпа деп жазсаңыздар болады. Болмаса жаңағы таблица деп, карпа деп жазсаңыздар, сіздерге мынандай суреттер шығады. Мына суреттер осы интернеттен, мысалы сіздер осындай дайын мәліметті алсаңыздар, мына жерде мысалы балықтың салмағына қарай қалай қоректендіру керек, тәуліктік рационын қалай анықтау керек, сол жайлы көрсетіліп кеткен. Мысалы сіздерге мына жерде түсіндіре кетейін. Мысалы мына жерде судың температурасы, мына балықтың салмағы. Сіз балықтың салмағын әр 10 күн сайын аулап тексеріп отырасыз, орташа салмағын анықтап отырасыз. Бір 10-20 балықты алып, орташа салмағын шығарып, аулап, өлшеп. Міне сәйкесінше бұл жерде процентпен қателеспеу керек. Процентін тауып, мысалы мыналардың бәрі процентті көрсеткіштер. Мысалы судың 12 градус судың температурасында көктем уақытында дейік, мысалы сіздің шабақтарыңыз 20-50 грамм аралығында болса, сіз күніне олардың дене салмағының 22% беріп отыруыңыз керек. Бұл тәуліктік рацион. Міне сол сияқты міне салмағы өсе келе, міне рационы осылай өзгеріп отырады. Сіздер осы мәліметтерді қазір, мұның ешқандай несі жоқ, қорқатын, осын пайдалансаңыздар болады. Бұны жүктеу әрине кішірейтейік, ешқандай қиындығы жоқ. Осыны Google'дан, интернеттен, мысалы сохранить изображение как деп сохранить бассаңыздар, осы таблицаны жүктеп алсаңыздар болады өздеріңізге. Бұл қазір барлық жерде, мысалы интернетте бұл туралы мәліметтер өте көп. Мысалы мына жерде толығырақ көрсетілген 1000 граммға дейін балық салмағына. Мына осындай кесте арқылы, мысалы сіздер тәуліктік балығыңыздың рационын анықтасаңыздар болады. Ал достар, пайдалы мәліметтер көп болсын. Тағы да сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бізге комментарийға қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.